осыдан алыс кетпей ақ қояйық, 2-3 жыл бұрын маған сен қиялыңдағы қалаған сөзіңді жазасың, ал жасанды интеллект саған соны салып береді десе, мен оған сенбес едім. Әлі ерте ғой деп. Бірақ жақында шыққан Midjourney нейрондық желісін көріп, басым кетті. Шынымен. Мысалы, қазақ космонавт деп жазып едім, мынадай нәрсе салып берді. Неге жасы үлкен кісілерді шығарып берген білмеймін, бірақ жарайды дедім. Қазақ терминатор деп жазып едім, ол мынадай нәтиже көрсетті. Негізі әдемі шыққан, иә? Ал мынау жер шарыны қарап отырған шал дегеніме шығарып берген сурет. Былай қарасаң, бұл сөздерді кез келген адамға айтсаң, ол шамамен осындай нәрселерді салып беретін шығар. Бірақ бұндай сапада салу үшін ол суретші болу қажет. Ал тапсырмамызды сәл қиындатсақ қалай? Банан жеп отқан белгісіз бір құбыжық десем, сіз не елестетер едіңіз? Ал маған нейрондық желі мынадай нәтиже көрсетті. Әзірше бұл жасанды интеллект керемет суретші емес, бірақ оның жарыққа келгеніне көп болған жоқ. Біраз жыл. Соның өзінде де ол осындай дәрежеде суреттер сала алады. Ал ол әрбір секунд сайын дамып келе жатыр. Негізі бұл туралы мен бұған дейінгі видеомда айтқанмын, көрмесеңіз, алдымен соны қарап жіберің, сосын қайтып келсеңіз де болады. Жаңа айтқандай, бұл нейрондық желінің өзіндік бір көзқарасы бар. Ол әлем бойынша интернетте бар суреттерді қарап, соған ұқсатып, сіз қалаған суреттерді салады. Яғни, сіз жазған сөздерді ол қалай түсінеді, солай салып береді. Сондықтан бір нәрсе жазбастан бұрын оны өзіңіз алдымен дұрыстан ойланып, нақтылап алуыңыз қажет. Бұл жерден біз енді сабағымызға көшеміз. Сіздермен бірге Мырза, лайк басып жіберің, дайын болсаңыздар, кеттік. Midjourney нейрондық желісімен жұмыс жасау үшін ең алдымен сізге компьютеріңізге Discord бағдарламасын жүктеп, ол жерде аккаунт ашу қажет. Оны қалай істеу керектігін түсіндірудің қажет жоқ деп ойлаймын. Өте қарапайым іс, оны өздеріңізде қатырасыз. Кейін midjourney.com сайтына кіріп, Join the Beta батырмасына басасыз. Компьютеріңізде міндетті түрде Discord қосылу болу қажет. Сосын кейін шыққан парақшада принять приглашение дегенді басасыз. Кейін автоматты түрде сіздің Discordта осындай парақша ашылады. Көріп тұрғандай, мына жерде сізде чаттар бар. Соның ішінде Newbies атты чатына кіресіз. Төменде жазатын жерге бөлшек белгісін жазып, Settings дегенді таңдайсыз. Бұл жерде сізге керек параметрлерді өзгертуге болады. Ол жерге мына суретте көрсетілген настройкаларды қоясыз. Болды. Кейін қайттан текст жазатын жерге тағы да бөлшек белгісін қойып Imagine дегенді таңдайсыз. Prompt деген жерге енді қиялыңызда кез келген тексті жазсаңыз болады. Бірақ міндетті түрде ағылшынша жазу қажет. Сондықтан тіл білмесеңіз Google Translator'ды ашып алыңыз. Енді мысалға Superman in Kazakhstan style деп жазайық. Көріп тұрғандай, нейрондық желі сіздің суретіңізді біртіндеп сала бастайды. Сурет толықтай жүктелгеннен кейін мінекей тамашаласаңыз болады. Суретті қарап, қай вариант сізге ұнайды, соның астында тұрған Q батырмасын таңдасаңыз болады. Мысалы, бізде бірінші вариант. Басамыз, кейін ол сізге сол суретті жоғары сапада жасап береді. Ал егерде белгілі бір варианттың басқа түрлерін көргіңіз келсе, астындағы V батырмаларын таңдайсыз. Мысалы, екінші вариант. Сол екінші нұсқаның сізге басқа варианттарын дайындап береді. Тағы да айта кетер өте маңызды нәрсе, бұл нейрондық желінің тегін версиясында сіз тек 25 сурет қана жасата аласыз. Одан кейін сізге айына ақы төлеп тұру қажет. Ең арзаны айына 5000 теңге, 4500 теңге. Осымен болды достар. Видео енді сізге точно пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан лайк аямай басыңыз, тіркеліңіз. Келесі видеоларда көріскенше.